Успен ауданының Галицкая ауылында елді мекендерді дамыту жөнінде келелік кеңес өтті. Бас қосуға өңірдегі 126 ауылдық округ әкімдері қатысты. Ауыл аймақты дамыту жиынындағы тағы бір талқыланған тақырып ауыл ел бесігі бағдарламасының жүзеге асырылуы. Биыл бұл бағытта 25 жоба іске қосылған. Алайда атқарушы билік ақшаны оңды-солды шашпай, мақсатты жұмсауға шақырады. Практика предоставления документов отправляем, что есть. Құжаттар ұсынғанда басымдықтардың жоқ екені байқалады. Келер 2020 жылға ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 34 жобаға 1,2 миллиард теңге бөлінеді. Сонымен қатар жобаларды іске қосуға қосымша тағы 2 миллиард теңге қарастырылған. Какие проекты в приоритете, что необходимо в первую очередь? Мен әкімдердің барлығына тірек және спутниктік желісі бар ауылдармен танысып, жергілікті қоғамдастықпен талқылауды тапсырамын. Бірінші кезекте қандай жобалар қажет? Көбісінің жобалары жоқ. Біз елді мекендерді қалыпқа келтіріп жөндеуіміз керек. Басқа артық әңгіме болмауы қажет.